Ассалаумағалейкум достар, Есен Елеукен YouTube каналында кезекті бағдарлама спорт жайындағы хабарларымызды жалғастырамыз. Бүгін күрес бойынша әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі қонағым Қазақстан Республикасы күрес федерациясының вице-президенті Дәурен Еркінұлы Жаппасов. Өмірде көп кездесіп тұрамыз, жалпы күрес туралы көп әңгіме айтамыз. Бүгін енді камераның алдында кішкене ыңғайсыз болып тұрған жоқ па? Жоқ, бәрі күшті. Күнделікті сөйлесе береміз ғой. Рахмет аға, шақырғаныңызға. Күрес енді жалпы айтып жатады, қазақтың оң жамбасына келетін спорттың түрі. Жалпы ауылда барлығымыз күресіп өстік. Мен де кезінде ең алғашқы және ең соңғы қатысқан спорт түрім осы күрес. Ешқандай нәтижеге жеткен жоқпын. Соған қарап енді біздің де нәтижеміз ондай қатты көңілдегідей емес. Жақсы, керемет, ойдағыдай жайлап жүйелі түрде жүріп жатыр. Алла бұйырса, алдымызда қыркүйек айында әлем чемпионаты өтеді. Ересектер арасында грек-рим, еркін және әйелдер күресінен. Соған палуандар оқу-жаттығу жиындарын бастап, дайындық үстінде. Загреб қаласында, Хорватия елінде өтеді қыркүйек айында. Осы сұрақ осы соңғы кездері Албания, Сербия, осы Балкан түбегінен шықпай қалды. Неге сол жерде өте береді? Оның нақты себебін білмеймін, бірақ енді әлемдік күрес федерациясының президенті Лалович серб қой, мүмкін соны мысалы осы бізден де болса, сол Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан айналасында қолда мүмкін дейсіз ғой. Солай шығар деп ойлаймын, бәлкім енді. Дәкең өзі еркін күрестен кезінде күрескен, сол Дәкеңнің арқасында соңғы 2 жыл әйтеуір бізде алтын бар. Нұрғожа Қайпанов және Ризабек. Мен арқамды айта алмаймын да енді, Алла разы болсын. Жалпы енді қазір серпіліс бар енді. 90 жылдардың аяғында бізде грек-рим өте жақсы медаль берген спорттың түрі еді. Соңғы кездері шында да әсіресе соңғы олимпиадаларда бізде грек-римнен көп медаль болмай жатыр. Жалпы енді еркін күрестерінде қатты бір көзге түсіп жатқаны өте емес енді. Кезінде осы бір әйелдер күресінен бір 4-5 медаль түсті, бірақ алтын медаль болған жоқ. Соңғы алтын медаль бізде сонау 96 жылғы Атланта олимпиадасында грек-римнен Юрий Мельниченко. Одан кейін бізде биыл 30 жыл болды, жоқ 29 жыл. Енді 28 жылы өтетін болса, соған шейін енді 32 жылдың арасында бізде медаль жоқ. Бұны тексеріп, қадағалап, сараптама жасап, солай жұмыстар жүргізіліп жатыр ма негізі? Негізі, бірақ арасында енді бар, Мұхитияр Манукаян деген сияқты легионерлер арасында грек-рим күресінен олимпиададан медаль алған. Бірақ енді алтынға, дұрыс айтасыз, алтынға жалпы жоқ. Енді соңғы міне олимпиадада Демеу Жадыраев бауырымыз финалдық белдесуге дейін шықты. Өте жақсы нәтиже енді. Дегенмен әттеген-ай деген болады ғой, енді алтын болса деп үміттендік қой. Жақсы енді тең күресте енді есе жіберіп қойды, енді солай болу керек болған шығар. Ал енді жалпы грек-рим еркін күреске келетін болсақ, жалпы енді соңғы жылдар жақсы қарқынды дамып жатыр. Негізі еркін күресіне 23 жылы әлем чемпионы шықты тұңғыш Ризабек Айтмұхан. 24-те міне сол ерлікті Қайпанов Нұрқожа қайталады. Одан да бөлек жүлдегерлер бар, онымен қатар Азамат Дәулетбеков сияқты. Онымен қатар әскерилер арасында Армения елінде де болды. Ол да енді бұрын сырттай ойлайтын едім, әскери дегенге бір шектеулі, бір аз мемлекет, ондай үлкен дода емес шығарды. Бірақ өзім болдым сол жерде, Арменияда, Ереван қаласында. Онда деңгейі өте жоғары екен. Осы міне қазіргі ересектер арасында күресіп жүрген палуандар, онда да күресіп, Айдос Сұлтанғалидің салмағында әлем чемпионатының қола жүлдегері, чемпионаттан сол сияқты өте мықты белдесулер болды. Ол жерден де Миржан Аширов чемпион болды, Сыдықов грек-рим күресінен чемпион болды. Соған қарағанда енді жалпылама айтқанда негізі жұмыс жүріп жатыр, жақсы жалпы. Жалпы жақсы. Енді алдымызда енді олимпиаданы көп қарадым. Мен анау қалай күреседі, мынау не үшін былай күреспей қалды деген бармаймын. Мен не үшін осы спорт тақырыбын соңғы кезде қайта көтере бастадым. Соңғы 2 Азия ойындарында, мысалы Индонезияда өткен 2018 жылғы Азия ойындарында, одан кейін мына 2023 жылы Қытайда өткен Ханчжоуда Қазақстан құрамасы бірден, мысалы алғашқы 4-түкте жүретін Қазақстан құрамасы бірден
төмен нәтиже көрсетті. 18 жылы 15 алтын болды, былтыр тіпті 10-ға кіре алмай қалдық. Бізде енді 2010 жылғы оның алдында бізде медальдар болған Азия ойындарында. Оның үстінде тіпті алтын медальдар болған. Жерінде жалғыз Мәулен еркін күрестен, сонау 94 жылы ол кезде Мәулен кейін Олимпиадада қола жүлдегер атанды. Сосын оған қарағанда Григорим 9 алтын алған екен. Енді жалпы келер жылы енді Азия ойындары келе жаттыр. Бір не бар ма алда? Мысалы өткенде боксқа жауапты жандар айтты, біз енді бұрынғыдай әлем чемпионаты немесе Азия чемпионаты емес, нақты бізде Азия ойындары және Олимпиадаға ден қоямыз деді. Сіздерде қандай мақсат, жоба, жоспар? Енді қазіргі жақын додан алатын болсақ, енді жаңа айтып өттім ғой, әлем чемпионатыны. Онда Алла бұйырса енді жорамал бойынша мен тағы да осы міне палуандарымыз алтын медаль алады деген үміттемін. Айта кетсек, міне қазір жаңа мен қызық халықта енді жаңа осы жерге келе жатқанда пабликтен бір жазып қойыпты, қарап қалсам Ризабек тұр екен. Ризабек Айтмұхан жас балдарға жеңіле бастады. Астына қарасам неше түрлі тойынған, бидеген, сөйтеген жазып жатыр. Бірақ ол жерде айтайын тұрған, ол оқу жаттығу жиыны ғой, сбор. Ол жерде ол ұтылды деген мәселе емес, мүмкін приемдарын қайталайды, мүмкін есе жіберген қателермен айналысады. Ол жерде ұту маңызды емес. Ризабек негізі мысалы бабында қазір Аллаға шүкір, ол өз сондай характерный жігіт қой, риза боласың. Ол кілемде басқаша, кәдімгі жас болғанмен оты жанып кәдімгідей сөйтіп тұрады. Алла бұйырса міне 97 мықты келі ғой. Қазір міне жаңа келіп жатыр. Осы Ризабектен үміт бар, Алла бұйырса. Қайпанов бар, Азамат бар. Қыздардан Жәмила бар, Бақбергенова. Бұл жерде Дәуке былай енді, мен сөзіңізді білмей қояйын. Бірақ бізде Азия чемпионатында енді 2-3 алтын алатын кездеріміз болады. Әлем біріншілігінде де, мысалы Астанада өткен 2019 жылы 5 бірдей медаль болды. 2 күміс, 3 күміс. Ризабек күміс болды, болған жоқ. Бізде қай әлем чемпионаты, Азия чемпионаты болды ғой алтын? Жоқ. Азия чемпионатында бізде медаль болады. Алтын болды. Алтын болды. Ол мен 70-тен болды, 79-дан болып Сакаев, 70-тен. Әлем біріншілігінде де енді алтындар бар, енді финалға шығатынбыз. Бірақ бізде нағыз елді көрсететін Азия ойындары, енді сосын Олимпиада. Осыған келген кезде бізде мысалы жаңағы тауымыз шағылып қалды. Енді соңғы Азия ойындарында да айтуыңыз дұрыс негізі. Бірақ ол жерде де медаль болатын еді. Юсуп Батырмырзаев алып тұрған жерінен жіберіп қойды, есіңізде болса. Бір Қытай балуанымен ба екен, кіммен күресті. Оған дейін Мәулен ағадан кейін де негізі бар медальдар. Қазір нақты айта алмай тұрмын. Күміс жүлдегер Расул Қалиев бар, жүлдегер атанған осы Бергеректе. Бұл баласы үшін енді былайша айтқанда күрес ол енді бір өте енді не ғой. Енді қайта-қайта тығырыққа тіреп жатқаным үшін кешірім сұраймын. Жоқ, бәрі жақсы. Бар, міндетті түрде. Мысал үшін енді күрес түрінің ең бір артықшылығын айтайын. Мысалы бокста именной, яғни жеңіп алған боксшы ғана барады. А күресте мысал үшін ол 97-де оған шейін біреуін алып берсе, ең соңғы жеме-жемге келген кезде Қазақстан өзінің мысал үшін үздік палуанын ғана алып барады. Солай ғой. Енді осы жөнінде бізде талай әңгіме болды. Біздің даңқты палуандарымыз сұхбат берген кезде ол жөнінде де айтып жатыр. Ең соңғы сәтте менің орныма басқа бір адамды алып кетті деген әңгімелер болып жатыр. Бәрі дұрыс қой. Дұрыс. Алтын бермеді деп көңілім. Мен сұрап жатқаным ғой өзіңізде. Талай осы жөнінде де мысалы Парижде өтіп жатқан Олимпиада бойынша да талай әңгіме сұхбат құрғанбыз. Сол енді біз енді бұл жерде салыстыратын көршілермен салыстырамыз. Енді Ресеймен емес, мысалы оңтүстіктегі соңғы кезде күресі өте жақсы жолға қойылған, әсіресе Грек-Римде бұл қырғыз ағайындар, сонымен қатар енді өзбек ағайындар бар. Мысалы үшін Азия ойындарында бізде сол еркін күрестен бір ғана алтын болса, өзбек ағайындарда 10 есе көп екен да, мысалы. Бұл жерде білмеймін, осы уақытқа шейін бізде біздің мектебіміз бар. Сонау 80-ші жылы жаңағы Жақсылық атамыз, ағамыз, одан кейін
Шамил Серіков деген ағамыз кәдімгі олимпиада чемпионын алып берген. Реформа болып жатыр ма күресте? Жолға қойылып жатыр ма? Бапкерлер ауысты ма? Кезінде неше түрлі эксперимент болған? Жаңағы шетелден келген бапкерлеріміз болған. Осы жақында ғана мен енді бұрынғы федерация басшылығының бір несін оқып қалдым. Сол кезде бір дағыстандық бапкер болған екен. Бекер жіберді деген әңгіме айтып жатыр. Сол жөнінде қандай пікірдесіз? Ол бапкер кімді айтып тұрсыз ғой? 2018 олимпиадада жүрді. 21 жылы дағыстандық есіме түспей тұр. Жақсы танимын, бірақ атын қалып тұрмын. Кім еді? Майырбек Юсупов. Ол да енді өте жақсы бапкер, білем. Ол кісіні де жеке танимын. Жалпы енді берген пайдасы да бар дағыстандық. Білмедім, оны білмедім енді. Ол енді тәжірибесі де мол. Оның кезінде де енді жақсы палуандар шықты. Нұрислам жол сол кездері жүрді. Кімнің кезінде әлем чемпионатына барды, олимпиада ойындарына барды. Бірақ енді ол да енді көптеген көмегі тиді деп ойлаймын. Бірақ енді қазіргі таңда да енді Құрамысов Мадияр ғой бізде жүрген. Қазіргі таңда да ол жоқ кезде де міне енді медальдар басталды ғой. Жалпы да енді жүйелге қойылды, өзінің бір жобасы бар, жоспары бар деп санаймын. Қазіргі таңда легионерлер де міне келіп жатқан жоқ. Өзіміздің палуандар шығып жатыр. Енді тек менің ойым реформа бәрі жүйелі түрде жасалып жатыр. Тек шамалы уақыт керек енді. Бір цикл төрт жыл ғой, мысалы. Қазір мысалы біздерге бұрын ойлаймын, мүмкін оған дейін болған жоқ. 23-те болды бастап әлем чемпионы Ризабек. Мүмкін содан кейін жастардың сенімі оянып, мысалы бір спорт дамыса содан кейін кетеді ғой. Сондайына міне қазір міне соған қарағанда U15 кешегі U20 деп бөлінеміз ғой, әлем Азия чемпионаты. Онда қанша алтын, мен даже күнде оқып отырып қуанып отырасың, уже бірақ Бішкекте отқан, мысалы ат жөндерін білмеймін. Командный есепте екінші орын алдық, мысалы. Жалпы грек-рим еркін және әйелдер бөлінеді ғой. Бірақ әр салмақта да чемпион бар, жүлдегер бар, құр келіп жатқан ешкім жоқ. Соған қарағанда мен астыңғы поколениядан өте бір 2-3 жылдың ішінде Ризабектердің өзіне бой беретін жастар шығады деген сенімдемін. Алла бұйырса. Министрлік сіздердің яғни күреске қаржы бөледі. Бұл қаржы қалай? Мысалы үшін олимпиадаға жақындағанда көбейе ме олимпиада болатын жылы? Олимпиада жақындағанда енді жалпылама енді көптеген қолдаулар бола береді ғой, бірақ енді бір жүйелі түрде өзінің бір жылда бөлінетін ақшалар бар ғой. Жеткілікті қай возраст болсын, негізі ақша бөліну, формасы болсын, оның сборы бар, витамині бар, барлығы негізі көп. Бізде қалай көп істеліп жатқан жұмыс көрінбейді да, кішкентай бір кемшілік көріп қалса, паш етіп. Не болады? Ол осына Дәуке ашық айтып үйрену керек, ол ешқандай не жоқ. Сол кезде сол шықты ма хабар? Сіздер де тараптан? Біз тараптан айтылды, соған байланысты мысалы жиналыста болды, мысалы өзімізде де, оған қатар министрлікте де, бірақ ол жерде енді ол мәселені федерация бізде мысалы офис бар, іште отырған адамдар бар, мысалы біздің генеральный секретарь бар, Димаш, өзіміздің бауырымыз Сұлтанов. Соғанда бір хат жазылса шешілетін нәрсе ғой. Онда Дәулет Болатовичке дейін деңгейіне дейін көтермей-ақ, мысалы. Қашанда ол бізге келген мәселелер ол шешіліп жатыр, мысалы. Кешеде мысалы әлем чемпионаты жатыр, U20 сопқа, республикалық сопта тұрады ғой, аға жаттықтырушылар. Sonra 2 күн жіберіп жатыр, мысалы біз қосымша тағы да бір бапкерді қаржыландырып жіберіп жатыр. Мысалы мәселе мынау. Үлкен ірі жарыстарға тек бас бапкер барады. Мысалы жеке бапкерлер көп бара бермейтін. Жағдай жоқ. Қазір соңғы кезде шүкір әйтеуір барынша жеке бапкерлермен бірге барып жатқан жағдайлар бар. Оны бәрін көріп отырмыз. Жеке бапкер де барады. Қазір қосымша массажистте қосылып барады. Бір бапкер емес, мысалы 2 бапкер жатыр U20-ға. Жеке бапкерлері облыс тарапынан шығып жатыр. Негізінен бәрі жақсы қаржыландырылған. Тек кішкентай осындай шығып кететін мәліметтер ғой, үлкен. Ол мен бір ойбай деп кінәлап бір. Дұрыс, жалпы енді семейге шығатын боласын айтып. Жоқ,
жоқ негізі халық түсінбей жатыр да, негізі мен оны жақсы білемін. Қазір мысалы біздер бұрын енді одан шықпай қалдық деп санамаймын. Енді біздердің күресу кезінде мысалы мен 9 бітіріп Ақтөбеге келдім, Құсман ағайға күресемін деп квартира жалдап тұрдым. Ол кезде интернат жоқ. Оқушымын, бірақ пәтер жалдап тұрамын. Ата-анам ауылда мысалы ақшасын төлеп тұрады, тамағын жіберіп тұрады. Мысалы сөйтіп күресіп жүрдік 10-11-де. Одан студент болдық. Бірақ ол кезде енді қазіргімен салыстырғанда аспан мен жер ғой. Біз даже ол кезде жарысқа үкімет тарапынан бару, оны өзі жылына 1 рет барасың. Форма беру деген ойламаймыз. Бауыржан Оразғалиев ол кезде олимпиада күресіп жүр. Соның қалып қойған формаларын борцовкасын киіп мәз боламыз. Сұрамаймыз да ешкімнен. Ол жаңа қазіргі заманда негізі керемет. Даже U20-та мысалы жыл қорытынды жасаймыз. U20, U23, ересек мысалы бөлінеді ғой. Солар мысалы әлем чемпионатынан, Азия чемпионатынан қаржылай көмек, мысалы федерация тарапынан пәтер алынып беріліп жатыр, мысалы көп істелініп жатқан жұмыстар. Аллаға шүкір. Нәтижеде жақсы, жаман емес. Жалпы бапкерлерге келейік. Біздің кезінде еркін күрестен әсіресе енді жаңа дағыстандық ағайларда болды. Сонау кезінде Белогласов деген кісіні де көрдік. Енді ол сонау 80-ші жылдары бір ағайынды Белогласов бар деген даңқы шыққан. Енді сіз көрмесеңіз де мен өз басым оның күресін көрген адаммын. Енді 80-ші жылдары ол олимпиада чемпионы болған. Не жетпейді сол кісілерге? Біздің менталды қабылдай алмай ма, әлде біздің бала оны түсінбей ма? Бізде қай жағына не жетпейді? Не жетпегенде қазір жетіп жатыр ғой, шығып жатыр ғой. Манағы айтып кеткендегідей уақыт керек. Міне осы жүйе тұрса, келесі олимпиада міне алдымызда ғой, 28. Алла бұйырса, еркін күрестен де чемпиондар шығады, алла бұйырса. Нұрқожа бар, жастар бар. Осы қайбір олимпиадада ана үндіспен ба шыққан кезде аяқты айналдырып 6 рет па 4 рет па айналдырғанда соны тек қана 3-еуін ғана ма 4-еуін ғана есептеді. Кейін мысалы үшін жеңіп қалды сол дейді. Сол кезде мен мысалы барлығы жазды әлеуметтік желіде біздің жаттықтырушымыз қарап тұрды. Сондай жағдайда мысалы үшін ондай жағдайлар болып қалмау үшін сіздер алдын ала қай олимпиаданы айтасыз? Осы неде? Ол индуспен күрескенде ма? Ол кезде мен бал бәрілі орынды берілді деп ойлаймын. Өзі бірақ кейіннен енді аяққа өтіп кетті, төшеге түсіп қалды. Ол жерде енді бапкердің ешқандай кінәсі жоқ. Бірақ негізі ондай мәселелер болады. Жалпы күресте де мысалы челлендж деген бар ғой, мысалы бізден басып қалады, бұрын көбейік болды, содан кейін камерамен қарайды қайтадан. Ондай кездерде. Бірақ енді ана жерде ол жерде қажет ештеңе болған жоқ деп ойлаймын. Дәулет ағамыз федерация басшысы Азия федерациясынан жұмыстан шықты. Енді ол Азияда жалпы әлемде Дәулет ағамыздың абыройы ол енді өте биік. Ана жерде жасты қарап отырсаң, Дәулет ағаға бәрі сәлем беріп жатады. Әдемі, жарқын. Бізде ойлаймыз ғой, о, міне керемет деп. Енді ертең ол бір әсерін тигізбей ме? Негізі жаңа айтуыңыз дұрыс. Дәулет аға негізі менде үлкен деңгейде жарыстарда болып жүрмін. Мысалы біз любой жарыс, кез келген жарысқа барғанда әлем чемпионатының аккредитация дейді ғой, мойнымызға бейджик барамыз. Содан кейін көтерілетін қонақтар отыратын жерге көтерілеміз. Онда да 1, 2, 3, 4 деген өзінің нөмірлері болады. Кіретін жер, кіре алмайтын жер деген сияқты. Дәулет ағаға ондай ешқандай ештеңе қажет емес қой. Тек барған жері ашық тұрады. Мысалы білемін да, сыйлы любой жерде енді қай мемлекетте жүрсе де. Ал бірақ енді ол Азиядан кетіп қалды, бірақ енді күресте ғой, Қазақстанның президенті, бірақ енді беделі бар ғой, Аллаға шүкір, оны онда ешқандай бір кедергі болмайды деп ойлаймын. Әлемдік күрес федерациясында біздің өкіл бар ма Қазақстан? Азияда бар. Жаңа айттым, біздің генеральный секретарь Димаш Сұлтанов деген Азияның ішінде бар. Бюро дейді ғой оларда. Азия федерациясының жақында тағайындалған атын ұмытып қалдым енді. Өзі жарты жыл болған шығар. Араб елінің бір. Енді қазір көп спорт түрлерін, федерациялардың көпшілігін осы араб елдерінің өкілдері басқарып жатыр екен. Кезінде енді біз баяғы кезде еске алайық, 80-ші жылдары жалпы Грек-Римнен, енді Совет одағы, яғни Кеңес одағы түсінікті, бірақ Европадан
жақсы палуандар өте көп болды. Мысалы Болгариясы бар, Венгрия, Румыния әйтеуір арасында шығып тұрды. Қазіргі таңда қай материктен көбірек грек-римнен, еркін күрестен танымал? Сосын бір тағы сұрағым, әсіресе мына еркін күрестен Америка жылды олимпиадаға келген сайын тіпті танымайтын бір жас балдар келіп, кәдімгі орнына қойып чемпион атанып кетеді. Бұл үрдіс, яғни осы Америкадағы жолға қойылғанның себебі неде? Оны дұрыс айтасыз, өзімде көремін. Олимпиада чемпионы бар ғой, келді де көп сондайлар. Кімді де қайтыс болатын Сайтиевте де толғанда мысалы американец келді де олимпиада чемпионы болды да, қайтадан мысалы одан кейін көп нелер жоқ. UFC чемпионы болғанда солай олимпиаданы толды да, қайтадан ояқта мен өзім Америкада болған жоқпын, бірақ енді күресті қараймын, жалпы білемін ғой. Ол жақта мектеп жасынан бар бір үлкен өздерінің турнирлері болады. Инстаграмда көріп отырамын, қанша бала күресіп жатады. Ол жақта Америкада бірінші спорт қой, Америкада еркін күрес дамыған спорттардың бірі. Көшеде андай шоу программадай болып жатады. Мектепте де наушниктер сияқты құлақ жабатындар бар ғой. Сондаймен күресіп жатады, көрген болсаңыз. Ол еркін күрес демейді екен. Балдарында шамалы айырмашылық бар екен. Мен сұрастырған негізі. Бірақ сол еркін күрес түрі қатты дамыған, соған шығар деп ойлаймын. Халықтың енді бірінші очередь бізде мысалы қай спортқа халық қызығады, сол дами береді ғой. Мысалы қай көпшілік қарайды. Енді мен сол сияқты. Енді сөздің ашығын керек, енді білмеймін, енді кейбір палуандарымыз ренжіп те қалуы мүмкін. Дағыстандықтарға қарсы күрескен кезде біздікі әйтеуір бір шамалап бір, енді арасында біздің де жігіттер бар, арасында отырып жүрген. Но бірақ басым көпшілік қазір дағыстандықтар бүкіл Европаны, барлық елдің құрамаларында жүр. Дағыстандықтарға қарсы шыққан кезде бізде бір кішкене қорқыныш демей қояйын, бірақ бір сәтте төмендеу тұрады. Вот америкалықтар келген кезде ол атақ, абырой, Дағыстан дегенге қарамайды, күреседі, орнына қойып тастайтын америкалықтар көп. Дағыстан енді оларда да енді сол күрес арқылы ел көреді, жер көреді, шығып кетеді ғой, бала кезінен күреседі, конкуренция өте көп мықты. Бірақ енді біздің балдар олардан кем или олардан бір психологиялық тұрғыда қорқып қалады деп ойламаймын негізінен. Ойламаймын. Сағысын деген, Жақсының нәтижесін қарайтын болсам. Олар енді жақсы дамыған, біріншіден енді олардың сол ата күресі ғой. Олар көрші үйлерінің бәрі олимпиада чемпион мира мысалы. Сондай болады, енді қатты дамыған. Бірақ енді біздің палуандарда дес беріп арасынан шығып, мысалы әлем чемпиондар шығып жатыр, жүлдегерлер шығып жатыр, қаншасын ұтып жіберіп жатыр. Салыстырмалы түрде мойындау керек енді. Жоқ, енді салыстырмалы түрде енді мойындау керек енді. Ол жақ енді жақсы болып тұр ғой енді. Чемпиондар мысалы кеше 86-да, бірақ Рамазанов біздің Азаматпен негізі равны, оған дейін 5-6 ұтылды мысалы. Бірақ енді мүмкін солай болу керек болды енді. Қалан-қалумен кім чемпион болып кетті ғой, Рамазанов 86-да. Бірақ қарап тұрсаңыз, Азамат медальсыз қалды, бірақ екеуі Азаматты ұтылады деп ойламаймын одан мысалы. Екеуін де келісірсем. Азамат мысалы американецке ұтылып қалды, Рамазанов бір соңғы секундтарда ұтып кетті да, мысалы одан кейін чемпион атанды. Иранецпен дұрыс, иранецтің өз травмасы болып қалды мысалы. Ядзани ме да? Ядзани финалға шықты ғой. Ол да бір ана екеуінің күресінде ұпай саны алда тұрғаннан кейін, ананың мысалы кейбіреулер сияқты бір аяғына шейін барған жоқ, ананың ауырған жарақатына байланысты кәдімгі адамгершілік танытты. Қайтадан Азияға оралайық. Еркін күрестен Азияда енді ирандықтар, қай жылдан бастап келе жатқан ирандықтар арасында бой көрсетіп қалатын ол өзбек ағайындар бар, сосын жапондықтар бар, моңғолдықтар бар. Грек-римнен бізде де жақсы жаңағы палуандарымыз бар, қырғыз ағайындар қосылды, сосын жапондар енді бір алда келе жатқан. Бір кәдімгі өзінің бір мектебі бар. Және жапондарда байқайсыз ба, әр әлем чемпионаты осы олимпиададан кейінгі өткен әлем біріншілігіне немесе Азия біріншілігіне жаңа есімдер келеді да, және бір ерекше келеді.
И оларды біз осы уақытқа шейін бір жастар чемпионатынан көп байқай бермейміз. Ну, есімі аса бір қатты танымал емес палуандар. Олардың дайындығы қалай жүреді? Оны зерттеп көрдіңіздер ме? Жоқ, өзім оны зерттемеппін, бірақ енді мысалы жаңа айтып отырсыз ғой, японец деп Оно деген чемпион мира шықты ғой, Угуевті төрт кеше. Ол енді жас бала өзі де, бірақ оған дейін де енді жастар арасында топ жарып жүрген палуан. Бірақ өзім енді сода чемпион болғаннан кейін барып, сол мен де чемпионат мирада болдым ғой. Соның күресін көргеннен кейін барып өзім Инстаграм қарап зерттедім негізі. Менің ойымша қатты функционалдыққа, физикалық тұрғыда қатты жұмыс жасайды екен. Енді Инстаграмнан қарағандағыда өте жас болса да енді психологиялық тұрғыда енді жақсы дайын келген шығар. Угуев тұтса да өзінің кезіндегі кумир болған жігіт қой, енді олимпиада чемпионы. Соны ұтпасады, бірақ қарағанда сол физикалық тұрғыда мықты екен енді олар. Менің ойымша бұл жерде тек қана функционалдық емес, психологиялық жағынан да бізге бір сол басқаша нелер керек сияқты көрінеді. Енді мен бір ақыл кеңес айтып, реформа жүргізетін адам емеспін, дегенмен сырттан көремін ғой, мысалы жапондықтар келген кезде бір аспайсы, америкалықтардың еркін күресін қарайсың. Мысалы қыздар күресі жапондықтар. Жоқ, жапондықтар, оларды енді бізде енді негізі мемлекет тәуелсіздік алғанымыз кеше жай енді келе жатыр қой, енді олар енді баяғыда бізден дамып кеткен, медицина жағынан да дамып кеткен. Абылаған психология жағынан біздікілерде мен таң қалдым чемпионат мира жүргенде ше. Мысалы Жәмила Бақбергенова за выход күресейін деп жатыр. Зал ғой, үлкен зал, палуандар тренировка істеп жатыр, бір разминка істеп жатыр, мемлекет өзінің туларымен былай ілініп тұрады. Сол жерде өзі үстіне одеял жауып алған, мысалы әлем чемпионатында ақтық сынға дейінгі бір схватка күресейін деп тұрған қыз ғой, наушнигін киіп алған, ұйықтап жатыр. Мысалы ол деген мысалы психологиялық тұрғыда өзіне сенімді, мықты деген сөз ғой. Ал қорқатын болса, қорқып жүретін болса, ұйқы түгіл ана жерде деген адам түрі бозарып кетіп қалады ғой. Психологиялық тұрғыда да мықты дайын. Шығатын жастарға бір сенім бар. Енді білмеймін, басқа бір жастары келіп. Енді Жәмила обалы не керек? Әлем біріншілігінде талай жүлде алып жүр. 4 рет жүлде. 4 дүркін Азияның чемпионы, біздегі ең атақты спортшылардың бірі сол кісі. Азияда сонымен қатар соңғы бізге көп енді кедергісін келтірмесе де медаль салып жүрген енді толық дағыстандықтардан құралған Бахрейн құрамасы. Сосын бір таң қалғаным, соңғы әлем біріншілігінен кейін Қырғызстан, сол әлем чемпионатын аяқтады, арада бір 2 апта өтер-өтпес Азияға барды да, Азия ойындарына барды да болмағандай өздерінің медальдарын, яғни жүлдесін алып қайтты. Бахрейнде бірақ мысалы барды да тіркелді де Тажидинов күрескен жоқ қой. Мысалы соңғы Азияда барды, бірақ күрескен жоқ. Қайсысын айтасыз? Жоқ, сол сияқты. Қырғыз спортшылар айтты. Қырғызды айтып отырсыз ба? Барды, мысалы Азия ойындарынан батырлатып 2-3 алтын медальдерін алып қайтты. Легионерлер туралы, осы күресте көп легионерлер бізде болды, әсіресе еркін күресте олимпиадада жүлде алғандары бар. Ол тек бізде емес, көрші елдердің Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанның атынан шығып жатқан нелер бар. Біз осы президент жарлығымен қазір тоқтаттық, бірақ осы соңғы спартакиадада бір қыз күресті, Кузбастың қызы деді, фамилиясын Хусейнова деген қыз күресті, и сосын соңғы 2 жылда кірген Начин Кулар. Енді бұл осыдан кейін тоқтайды ғой. Начин енді бұрын азаматтық алды ғой, оған дейін. Начин қазір ұлттық құрамада жүр. Кеше кубокты ұтты, өзіңіз көрдіңіздер, 65 келді. Енді одан кейін енді болмайды деп ойлаймыз, енді жоқ қой енді заң жүзінде де. Бірақ енді легионерлерге жалпыламай келетін болсақ, енді көп сынға алынып жатыр ғой, енді күрес айтылса легионер айтады. Негізі бірақ келсем, өз басым енді қазіргі таңда легионер қажет емес деп ойлаймын негізі. Кезінде мүмкін керек болған шығар, себебі бәсекелестік күрестіруге, мысалы солардың себебімен
бір адам арқылы бір адам мысалы бой көтеріп шыққан шығар. А қазіргі таңда енді өзіміздің де тепсе темір жүретін палуандарымыз тұр. Мысалы қазір енді кулардың өзіне де көрдіңіздер, Ақтөбеден Қартбай Мейрамбек мысалы елу жетінің палуаны 65-те қандай иә соған қарағанда жалпылама керек емес деп ойлаймын. А былай енді жалпы легионер келетін болсақ, негізінен бізге пайдасы да тигендер көп қой. Мысалы көбіне легионер айтылып жатса, осындай Нұрислам Санаев, Арта Сана қайда деген айтылады. Осындайда енді айтып қалайын. Нұрислам өзім бауырым ғой, мысалы өмірдегі азамат жігіт, мысалы күресінен бөлек өзі бір қатты риза болатын азамат жігіт. Ол мысалы алды кетіп қалды дейді. Мысалы есімде ол Олимпиададан 21-де қола жүлдегер атанды. Алматыдан күтіп алды, Ақтөбеге келдік, бір мероприятияға шақырып, қасымда досым бар, Нұрислам бар, мен бар, машинамен кетіп бара жатырмын. Айтады, мен осы ел болмағанда, Қазақстан келмегенде, мен мысалы ауылда жүрген адам едім, Россиядан тройкаға да кірген жоқпын. Мысалы мүмкін көптің бірі қалып қоятын шығармын. Мен осы жаққа келіп жатқанда өзіме бір серт беріп едім, Олимпиададан медаль алсам, ақшамды түгелдей осы қайырымдылыққа қиналып жүрген балдарға берем деп, соны ертең осына мүмкіндік келіп тұр. Олимпиададан түскеннен кейін ақшаны жариялап, бөліп маған айтады да, екеуміз осы мұқтаждарға таратып берсек деп. Мен айттым, өзің шешімің болса ойланып қара, мүмкін әлі ойланарсың, эмоциямен айтып отқан жоқсың ба, себебі саған қанша термен еңбекпен келген ақша оңай емес деп. Жоқ, өзім ойландым, отбасымен де ақылдастым, бір теңгесіне бір тиынына дейін қалдырмай, осы Қазақстаннан таптым ба, соны қазақ балдары бөліп берем деп, тап солай біздер жариялап, одан кейін хабарласты, қанша енді біздер мысалы ол жерде қанша теңге болды, теңгемен 30 миллион ба екен, 35 миллион. Бұл айтылғанмен қомақты ақша болғанмен 200 адам, 300 адам бөлгенде бір тиын сияқты болып қалады екен. Біреуіне мысалы 500-ден берді, 200-ден берді, соңғы жағына 50 мыңнан бергендер болды. Бірақ соны бәрін таратып бердік. Ол айтайын тұрған, мысалы көбі ренжіп кетіп қалды, айтып жатады да, мысалы жақсылық жағында айту керек та. Біріншіден жақсылығында айту керек, одан бөлек те ол қанша адамға қайырымды, өзі өмірде де танисыз ғой, мысалы ақ көңілдік болсын, көмектесем деп тұрады. Өз еркімен таратты. Біздің қанша жастарымызға мотивация болды. Ақтөбе десе әлі туған жер сияқты бәріне қолдауын білдіріп тұрады. ТВ-ға қанша балдарды алып кетіп дайындап жүр қазіргі таңда да. Қазақ бапкерлікке ол негізінен ұлттық құрамада былай өзінің бір қазіргі таңда ол бір отбасылық жағдайлармен көбіне ауылында жүр, бірақ ол кетіп қалды, гражданство алып кетті, қайтадан азаматтығын алды дейді. Ол көк паспортпен жүр біріншіден, екіншіден осы Астанада үйі бар, келіп тұрады, осы жақта жүреді, қайтадан ауылына кетеді. Өзінің ауылында да бір кәсіптер бар, ағайын туыстар бар. Енді қазір күресіп жатқан жоқ, сборныйда емес, өзі екі ортада жүрген палуан ғой, азамат. Барлығын айтып болдық. Мен енді өткендегі Азия жастар арасындағы Азия біріншілігінде біздің балалар жақсы өнер көрсетті. Құттықтаймын. Мен енді алдағы Азия ойындарын бақылап отырып, тағы да бағамдаймыз. Мен енді оны бір әдейі сынау, бір ұпай жинау деген мақсатта емес, жан ашығандық сұрап білейік. Жалпы халықтың арасында болып жатқан сұрақтарды айтып өттім. Енді өзіңнің тағы бір жақсы жобаң бар. 4-ші рет Wrestling Star дейді. Енді журналистер секілді жаңағыдай мақсаты деп айтпай ақ қояйын. Бұл жерде біраз танымал адамдар келеді, танымал барлығының таныс екені көрініп тұр. Олар арқылы қаншама жаңағы жастар елге келген жаңағы қасында көру деген сияқты сондай жақсы бір дүниелерді алып қаламыз. Басқа елдерде осындай дүниелер бар ма? Бар. Негізінен мен өзімде бұл жобаны 21 жылы бастадым ғой, ойладық, талқыладық, көптеген адамдар қолдау білдірді. Мысалы, спорт, енді боксшы болғанмен Бақтияр Артаевтың көп көмегі дейді. Осы жерде мен ол кезде үлкен дүбірлі дода жасаған жоқпын. Екі ойлап жүрген кезінде осы бір Астанаға келіп қалдым, айтылып қалды. Содан кейін осындай ойын бар еді деп Ғарифолла Бартаевқа. Сол жерден отырып, бірден ойым тыңдап, қағазға түсіріп, одан бүйту керек, сөйту керек деп звондап, сол жерден Нұрбақ Теңізбаевқа звондады. Күреске ол кезде күрес сенде өзің бір қолдауың білдір, күрес деген сияқты. Қуат Хамитке звондады, одан мен Қуатпен ол кезде танымайды екенмін. Алматыға жолығып,
олмен келісіп содан сөйтіп басталып кеткен жоба ғой. Облыс әкімі оңдасын оразалин ол кезде қолдады. Ал сол 21-де мен енді жоспарлағанымда негізінен ол ақш-та ондай бар проект. Жаңада айтып өттім, көшеде ұйымдастырады, мықты палуандарды бір-бірін шақырады. Мен содан көріп, әр жерден теріп алып, өзім жоспарым ғой, пресс-конференциясын ұйымдастырамыз, фейс-то-фейс дейміз, негізі күресте ондай бұрын болған жоқ қой. Енді одан кейін де енді қазіргі таңда енді көп ол сияқты жобалар кішігірім жан-жақтан одан үлкен ауқымды түрде, мысалы ПВЛ дейді Ресейде, одан кейін басталғанмен, менен кейін басталса да, бір ауқымы енді ол жақта үлкейіп кетті. Мен әлі бір кішкентай деңгейде жүрмін ғой, жай тай басып келетін 4-ші рет. Ал ПВЛ-ның уже қазір 8-ші рет. Кеше ақш пен Ресейде күрестірді сол сияқты енді. Мен осы жөнде мүмкін Дағыстан мен Қазақстанды күрестіріп көрсе қалай болады? Енді ол жоспарда бар, енді қазір әлем чемпионаты ғой, содан кейін бәрі енді күрес болып тынышталғаннан кейін, мысалы әлем дағыстандықтармен де байланыстамыз, жоспарлар бар. Біздің палуандарда көрсін, біздің палуандарда мықты палуандар бар ғой, Қазақстанға шақырып онда күрестіру. Жалпы енді жобаны келетін болсақ, 9 тамыз күні Ақтөбеде болады, бұйырса. Мықты палуандар келеді. Кімдер келеді? Құпия емес, бірақ карта әлі жасалып жатыр, бір аптаның ішінде толық жарияланады. Былай айта кетсек, мысалы Ризабек Айтмұхан күреседі. Олар 97 келді, 4 палуан күреседі. Рамазан Шабанов, Ризабек Айтмұхан, сосын қытайлық қандасымыз бар. Абибулла. Абу Сайман. Сосын 4-ші қазір бүгін ертең белгілі болады. Солар бір-бірімен күресіп, круговой дейді ғой. Бір палуан 3 рет күреседі, чемпион атанған, сол Wrestling Stars'ың чемпионы деп жариялап, солар күреседі. Одан да бөлек Мержан Аширов, Қартбай Мейрамбек, тағы да біздің ақтөбелік жас палуандар, балдарға да мотивация болсын. Сондай енді қазір картты толықтырамыз, бір апта көлемінде шығады, сосын толықтай жариялаймыз. Ертеңнен бастап оның қайда болатын видеосын жариялаймыз. Өте жақсы жоба. Негізі сосын бұны тек қана енді оған сәйкесінше әлемнің мықтылары келеді ғой. Мысалы аймақтық деңгейде осы республиканың мықтыларын басын қосатын шоу форматында жасап көруге болады. Енді кейбір жігіттер, мысалы үшін кезінде жақсы күрескен жігіттер қазір енді спартакиадаға, елдің чемпионатына қатысып жатады, бірақ сәйкесінше чемпион болмаса да бір жартылай финалда көрініп қалып жатады. Немесе ширек финалда, бірақ атақтары бар жігіттерді, соларды бір қатыстырып. Негізі дұрыс айтуыңыз, мен жалпы Ақтөбедегі палуан жаттықтырушы бапкер інілеріме айтып жүрмін. Медаль, мысалы, поястың бәрін қолдауы бар, медиа ақпаратты қолдауы бар, көмектесейін. Жастардың арасында кішігірім мүмкін содан чемпион атанғандарды үлкен олимпиада чемпиондарымен бірге бір жарыста күрестірейік, оларға да мотивация болсын деп негізі ұсыныс айтып жүрмін інілеріме. Мүмкін осы августегі өткізсек, сентябрьде, қыркүйекте балдар каникулдан шығады мектеп жастарына. Мүмкін октябрь, ноябрьде алдағы уақытта кішігірім түрінен Ақтөбеден бастап өткізерміз. Басқа да облыстардан сұрап өткізейік деген болса, қолдаймыз міндетті түрде, неге жасамасқа. Медалінің, поястың бәрін реттеп беріп. Жалпы қызығушылық қалай? Бұрынғыдан қарағанда сөздің ашығы. Өте жақсы сұрақ негізі. Азайып қалған жоқ па? Жалпы күреске деген жастар арасында? Жоқ. Өте қарқынды. Қанша адам қатысып жатыр деген? Оның санағы енді қазір есімде жоқ, бірақ қазір әрбір облыстың бала саны бар ғой, енді дүйшаларда қанша неғылатын, бірақ қанша қатысатын. Бірақ енді жақсы қазір қарқын дамып келе жатыр. Мысалы, бұрын дейтін күресті білетін кейде болса отыр. Мысалы, сіздің өзіңіз күресті жақсы білесіз, кездесіп қалсақ, мысалы, грек-римді айтамыз, вольныйды айтамыз, күрестер. Бұрын сондай білетін адамдар аз еді. Қазір мысалы бір жерде отырып қалам, сөйлесіп қалам, мысалы кейбір күресте жүрген танып қалады. Сұрақтардың өзі мысалы күресті біледі екен, кім ұлттық құрамада жүр, кім қайда барып жатыр, қайда жүлдегер атады, біліп отырады, оны өзі қуантады негізі уже. Қызығушылық жалпы халықта да көп деген сөз ғой. Сырттай мысалы көп адам біледі қазір күрестің күй жайын, кімнің чемпион болып жатқан, кім даяр екен, мысалы бір пост жазып қалсаң да астына да мысалы танымайтын адамдар комментарий жазып отырады, бүйту керек, сөйту керек дегендей. Оның бәрі қызығушылықтың белгісі ғой. Қызығушылық деп қабылдаңыз енді, кейбір жаңағы таныстар, жақындараласатын жігіттер неге араласады,
білмейді ғой дейді енді. жоқ, оларға айтып түсіндіру керек енді, білмегендер. Кейбіреулер ішкі нәрсені білмейді, айтып жатады, мысалы, неге былай деген сияқты, мысалы. Кеше бір олимпиаданың алдында да, мысалы, неше түрлі қарап отырасың ғой комментарий, нешеге, мысалы, барып келгеннен кейін неге Ризабек бармады, неге бізде қазақ шеттетеді деп сөйтеді ше, мысалы. Ол шеттетеді, соны айтамын, түсіндіру керек, ол шеттететін ешкімне жоқ. Мысалы, Әлішердің бару орны өзі, Әлішер отты, одан путевкасын алды, мысалы, енді. Сондай түсіндіріп жүрсең, ол бәрі де түсінеді ғой. Бірақ манағыдайларға келіспеймін енді. Тойынып кетті, неше түрлі, біз қазақ бір-бірін қолдау керек қой негізінен. Спорт болсын, өмір болсын, адам кейде бір бәсең сынып қалады, бір құлайтын кездер болады, кейде бір қайтадан көтеріледі. Мысалы, өмір бір қалыпты емес қой, неше түрлі. Сол сияқты, мысалы, манағы тіпті айтуға келмейді, ол жаттығудағы, ол айтуға келмейді. Ал мысалы, ондайда қолдап отырса, сондай бір жеңілістен ұтылса да халық, мысалы, бәрі алда деген сияқты бір поддержкасын беріп қойса, ол балдарға көп мотивация. Иә, біз де қолдаймыз. Біз әрқашан қолдаймыз. Мен өз басым өте жақсы көремін. Әйтеуір біраз күресетін жігіттерді, әсіресе грек-римнен күресетін жігіттермен жақсы қарым-қатынастамыз. Юсупты да танимыз. Алмат Екібастан бауырымыз, Мейрамбек енді туған жерлесім. Біз сол жақтан қарай отырамыз ғой негізі. Көппенде біраз жігіттерді танимыз. Сәттілік тілейміз. Келер жылы Азия ойындарында бір жақсылап тұрып, әсіресе чемпиондық атақ бізге көп бұйырсын, соған жұмыс жасайық. Одан кейін ар жағында шамалы уақыттан кейін Олимпиада келеді, Лос-Анджелестегі. Ол жерден де қазақтың көк байрағын желбірейтін сондай сәттер көп болсын. Тілектеспіз, қолдауға дайынбыз. Жігіттер болса шақырамыз, студиямыз әрқашан ашық. Және 9 тамыз күні Ақтөбе қаласының тұрғындары, қонақтары арнайлап барсаңыздар болады. Өте бір жақсы ірі турнир болады. Әсіресе күресті жақсы көретін жандарды сол жерге шақырамыз.